Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін керемет болып пісетін хворостың рецептімен бөліскім келеді. Алдыменен жұмыртқаны ағы мен сарысынан ажыратып аламыз. Бізге тек қана сарысы қажет болады. Кейін осы жұмыртқаның яғни сарысына қантымызды қосамыз. Миксердің қажеті жоқ, жай ғана венчикпен араластыруға болады. Сүтімізді қосамыз, қаймағымызды қосамыз. Қаймақтың майлылығы маңызды емес. Венчикпен араластырамыз. Және де ұн қосамыз. Қыздар, ұнды мен төменде көрсетілген мөлшерде қосасыздар. Бірақ яғни қолға жабыспайтындай қамыр болуы тиіс. Бірақ тым көп ұн қосып, қамырды орысша айтқанда забивать етіп тастауға болмайды, қатты етіп. Сол себепті қолға жабыспайтындай, бірақ жұмсақ етіп қамырды үйлеуіміз керек. Міне қамырым дайын болды. Енді бір 10 минутқа тынуға қойып қоям. Кейін осы қамырды екі бөлікке бөлем дағы қамырды жаятын болам. Қамырды жұқа етіп жаямыз. Мейлінше жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Кейін осылай орамалды тақтайшаға жайып алам, ыңғайлы болу үшін. Кейін осындай төртбұрышты ұзын сызық етіп турайсыздар. Қалыңдығы қыздар өздеріңізге байланысты. Мен міне осындай, енді былай айтқанда 1,5 елі толщинада етіп жасадым. Осылайынан ұзын сызық қып жасап аласыздар. Екінші нанды да дәл осылай етіп жайып, дәл осылай етіп турап аламыз. Шамаменен осындай болып шығады. Кейін салфетканы осындай противенге қойып аламыз. Кейін жаңағы хворостты пісіргеннен кейін осындай противенге қоятын болсаңыз, салфетка төселген артық майын өзіне жұтып алады. Бізде барлығы дайын болды, енді пісіретін боламыз. Пісіру жолы, яғни осындай сушидің таяқшасын аласыздар дағы. Ұзын хворостымызды осылай басына орап аласыздар да, бір жағына шанышқыны ұстайсыздар дағы, майға айналдырып аласыздар. Түсін өздеріңізге байланысты, жалпы ақшыл болып піскен өте әдемі көрінеді. Өте тез піседі, тез айналдырып отырып пісу керек, осындай видеода көрсетілген етіп. Содан кейін суығанға дейін тез формасын гүл ретінде етіп ашып пісіру керек болады. Барлығын дәл осы видеодағы етіп жасайсыздар.
не шамамен осындай болып шығады. Барлығын осылай пісіріп алып шығасыздар. Кейін осылайынан салфеткаға майын, артық майын сорғытып алсаңыздар өте жақсы болады. Кейін тарелкаларға қойып, үстінен сахарная пудра сеуіп шықсаңыздар болады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры өте керемет болып шығады. Шыны керек, ауызда ериді деп айтады ғой. Міне нағыз сондай ауызда еритін, керемет, дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Алда Наурыз мерекесі келе жатыр. Тіпті енді ораза да жақындап келеді, Рамазан айы. Ораза кезіндегі ауызашарға, кешкі ауызашар уақытына жасағанда бәрінде өте күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстіне қалауларыңыз бойынша осылай қант ұнтағын сүйіп шықсаңыздар болады. Қант ұнтағын міндетті түрде себіңіздер, қыздар. Сонда өте дәмді болады. Әсіресе ыстық қалпында сепкен жақсы. Ыстық қалпында сепсеңіздер, қант ұнтағы тез жабысып қалады. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған. Майдың иісі шықсын деп ашып қойған ғой, жерді кішкене.